Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Корея асханасы мәзірінен корндок дайындайтын боламыз. Өте жылдам әрі дәмді болып шығатын ерекше рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен барлық қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Ұн, сүт, жұмыртқа, қант, разрехитель және шпажка таяқшалары қажет. Алдымен жұмыртқамызға қантымыз бен тұзымызды салып араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластырып, сүтті де құйып, барлығын араластырып аламыз. Енді ұнымызға разрехительді салып, кішкене араластырып, оны да салып араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша араластырып, тестамызды, қамырымызды дайындап аламыз. Осындай қоймалау үшін әдемі қамыры дайын болады. Енді бізге сосискалар қажет болады. Мен сосисканың ортасынан 2 бөліп жасадым. Сіздер осылай бүтін күйінде жасасаңыздар да болады. Маған осылай ыңғайлы болды. Алдын ала барлығын осылай таяқшамызға қадап дайындап аламыз. Осындай ыдысқа құйып алдым, батыруға ыңғайлы болу үшін. Осылай батырып, кезек-кезек барлығын пісіріп алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған орташа жай отта пісіріп аламыз. Өте жылдам дайын болады. Өте дәмді, жылдам, ерекше рецепттердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын, сіздермен болған Сандуғаш.